орнымыздан тұрып бір түгелдеп жіберетіні бар еді негізі. Осынау міне классың. Осында 10 жыл тұрасың. Ай, 10 жыл емес, 1 жыл, 1 сезон. 1 сезонға кіресің, екінші шартымен шығасың. Әйтеуір Ернардың өлеңдері дайын тұрады кез келген ситуацияға. Иә, ондай бар. Бізде бүгін барлығы түгел сияқты. Кім жоқ? Жай ағамыз жоқ екен. Ол кісі үлкен класстармен күресуге кетті деп естідім. Сондай сияқты. Тағы кім жоқ? Диора жоқ. Ол кісі бір балға дайындап жүрген ме, сондай бір көрсететін бір өнерге дайындап жүрген әйтеуір. Сосын Бекзат жоқ. Ол жігіт Айгөлек деген сайысқа кетті. Сол сайысқа кетті. Айгүл жоқ. Енді Айгүл енді кішкене қазір тәртіпсіз сияқты. Сондай қыз. Біздің таныстырып өте кетейін өзім. Бізде ханзадамыз біздің барлығының тәртібіне қарайды. Өзінің тәртібі бар, бірақ ханзада ғой. Тәртіп секторы дейтін басқа біреу болатын еді ғой. Тәртіп секторы жоқ, сатөлет бола берсін, спорт секторы упа болсын. Неғып тәртіп секторы өзінің тәртібіне қарамайды сонда? Сондай ма? Сондай болып қалып жатыр. Өздеріңіз ақылдасып аласыздар. Тазалық секторы Ақерке. Тазалық секторы. Ақерке тазалық секторы. Не дейсіз? Ай, Нұржан бір нәрсе айтыңызшы. Шкафы неге шашып жатады деймін да тазалық секторының. Мәссаған, оны қайдан көрдіңіз? Енді көріп, шкафымыз жанында ғой, көріп тұрамын да. Мәссаған. Ол кісі жоқ енді, шкафы не деп жатыр ғой, ол кісі жанан барлығын ойлап жүреді ғой, енді барлығын тазалығына қарайын деп өзінікін ұмытып кеткен ғой. Негізі бірақ мен естідім, араларыңыздағы ең таза шкаф Нұржандікі деп. Бекзаттікі сосын менкі. Мәссаған. Баласахан, менкі ғой, менде шкаф жоқ қода жұмсалы. Мен қазір аягөздің шкафына жабысып жүрген адаммын. Негізі бұлай спорт секторы кім бізде? Біреуге бір шкаф сіздерде. Спорт секторы упа бар, сатикте бола алады, упада болады, енді екеуің сөз ренжіп қалмай ма? Сіз өзіңіздің досыңызды қоса береді екенсіз. Жарайды онда. Упа болады, иә? Осы Ернар старысты болсын деп кәдімгідей жалаулатқан бірі мен болатын да, бірақ енді осы жағын түсінбей жатырмын. Бәрін достарына, құрбыларына беріп қояды екен деймін да. Ондай болмайды ғой. Тура биде туған жоқ дейді. Сізде туған болмау керек, дос болмау керек. Болды, ондай болмайды. Зарина тазалық секторда болсын, и ана гүлдерге қарайтын болады ғой. Гүлдердің несіне қарап, гүл сектор ма? Сондай Зарикош. Өзі де гүл. Субботникке қарайды, бәрімізді суббота сайын жинап ала береді. Мына киімдер алдын тазалайық деп. Мәдениет секторы кім? Мәдениет секторы, ой бұрмой, мәдениет секторы айтатын болсам, Астанадан келген. Өзі мәдениетті, алдарыңызда. Әбен Айдана. Айдана, қош келдіңіз. Астанадан келдіңіз, енді айтатын біраз әңгімеңіз бар шығар алдағы уақытта. Бірақ сізді енді мәдениет секторы болып саялап жатыр. Бір жағынан лайықты деп ойлаймын. Ән де айтатын, би де билейді. Бізде сосын әр жыл сайын класстан классқа қалып қоя беретін оқушылар бар. Ол Барыс, Дәулет, Жансая. Класстан классқа қалып. Мен биыл ғана келдім ғой. Қанша жылға қалып кеткен ол кісілер? 4 жылға қалып кетті деп естідім. Ой, жақсы. Сол, ең соңғысы біздің всегда мектебіміздің кранын ашатын Нұрай десең. Өзі сондай күшті. Жақсы. Сынып жетекшіміз, алдарыңызда. Өзі әдемі, сондай барлығымыздың тәртібімізге қарайтын. Өзі сондай гүл, өзі сондай бір үлкен бір тұлға. Барлығымыздың жақсы көретін мұғаліміміз Балауса Амантайқызы. Сынып жетекшілер әдетте шаш ағарып, шаршап жүреді ғой. Бірақ сіз күшті болып жүресіз ғой всегда. Бірақ енді мен практикант сияқты. Біздің Гарано, директор. Кім? Опа, деп қойсы. Ол кісі анда-санда бір жиналыстарға келіп кетіп тұрады. Қанау, еңбек сабағы мен дене сабағынан беретіндер бар еді ғой, тағы бір өзіміздің күшті бір мөлдіреген жігіттеріміз бар. Еңбек сабағынан беретіндер бар. Олар сәл сыртта жүреді, аттарын айтпай қояйын, өздері түсініп отыр қазір. Отсам бола ма? Отырыңыз. Bir құттықтап жіберсем бола ма? Құттықтай қойыңыз. Осыған қайырлы күн тағы да енді әзілдеп жатырмыз. Бүгін менің өзімнің туған қарындасым, аяулы қарындасым, өзімнің қарлығашым, көзім моншағым деп еркелетемін. Әсел қарындасымның биыл мектеп бітіріп жатыр. Алтын белгі бітіріп жатыр қарындасым. Сондай өзінің болашақ армандаған мықты бір маман иесі болғаныңды қалаймын жанымеші. Мен сені қатты жақсы көремін. Бүгін таңертең барып құттықтап келгем. Көңілімде бір енді бой жетіп қалды деп ондай. Сонда да әлі бала сияқты, ана қимайсың негізі, сондай бір күшті сезім болды. Тек қана жаным саған сәттілік тілеймін. Үлкен бір азаматша бол, бір үлкен бір сондай бір мамандықтың иесі бол. Мен сені шынайы жақсы көремін. Иә, негізі алдында айтып жатыр едіңіз ғой, бір гештальтты жабуға.
Алып бардыңыз ба? Ол кісінің ба? Балнұрды. Ол кісі ұйықтап қалып тұр ғой сол. А, Ол кісінің бірақ басқа сондай жабылатын гештальтін апарамын. Баласахан. жақсы барсыз. Баласахан, мен де айтып кеткім келіп отыр. Менің де қызым 3-ші сыныпты бітіріп жатыр. биыл. Қызыңыз Қызым құтты 3-ші болсын. сыныпты бітіріп жатыр. Соны қызым айтқым келеді. Сіз бағана айтып жатсыз ғой, енді мектептен апарып әкеліп ата-аналарында қолдар босап қалған шығар деген сияқты. Мен бірақ енді әке-шешем апарып алып келеді мектепке, сол кісілерге де үлкен рахмет айтқым келеді. Менің қолым бос, сол кісілердің арқасы деп білем бәрін. Әкем, шешем, қызым, мен сіздерді жақсы көрем. Қызым, апаң мен атаңды тыңдап, жақсы, озат оқушы бол дегім келеді. Айтқаныңыз келсін, қадамы құтты болсын. Сіздің өзіңіздің мектеп бітіргеніңізге қанша жыл? 16 жыл болды бітірген. Негізі бұл кісі биыл 20 жылдыққа бару керек қой негізі ше. Бірақ жаңа класстан классқа қап кетіп 16 жыл болып қалып тұр ғой бұл кісінікі. Мен құттықтап кетейінші деген ғой. Құттықтай қойыңыз. Қымбатты 2025 жылғы жас түлек, жолдарыңыз ашық болсын, аңсаған армандарыңызға жетіңіздер, қалаған оқу орындарыңызға түсіңіздер, жолдарыңыз ақ болсын деген келеді. Айтқаныңыз келсін, Саддәулет. Иә, қайырлы күн Баласа ханым, қайырлы күн қазақ елі. Мен өзімнің інім бар еді, жақсы көретін інім, Ернар екеуміздің іні бауырымыз Нұриман інімді бүгін бітіріп жатқан мектеп бітіруімен шын жүректен құттықтаймын. Егер де көріп отырсаң, өмірде де, оқуда да озат бол, біз сені жақсы көреміз. Аман бол, главный адамгершілігін жоғалтпай, иманды сондай жақсы жігіт болып өсуіңе тілектеспін. Құтты болсын. Негізі сонда ешкімге 10 жыл болмаған ба? Сізге 10 жыл емес па? 10 жыл ғой, айтайын тұрған, саламатсыз Құтты Баласа ханым. Бұл нөмір 48-ші қазақ орта мектебіне сәлем жолдым. Және де бүгін менің класс жетекшім өзінің зейнетақы дей ма? Ой, қалай еді? Зейнетке шықты ма? Зейнетке шығып жатыр. Құрметті Төребекова, Мейрамгүл апай, сіздің шашыңызды ағартсам осы уақытқа дейін. Кешірім сұрайын, бірақ та айтатын ақылды тентегім деп. Сізге сәлем жолдаймын. Жаңағыда айтып отыр, 10 жыл, әділет саған 10 жыл болды ма дейді. Мен бірінші классқа барғанда әсем енді туылып жатыр екен ғой. Сондай екен. Араларыңыз қанша жас? 7 жас. 7 жас? Иә. Мәссаған, бірақ айта алмайсың. Сіздерге қарасам бір шамалас сияқты көрінесіздер. Баласахан, менің кемпіріме де бір 10 жыл болып қапты. Бір құттықтап жүрсе. Иә. Әрине, Аягөз. Қайырлы күн Баласа ханым. Қайырлы күн. 10 жылдық енді бізде класстарымызда бір особо бір ұйымшыл емес болатынбыз енді. Барлық енді класстастарым көріп отырса. Жаманда деген жоқ, тілек айт деді саған. Жоқ, енді барлығын құттықтаймын. 10 жылдықта бір кездесу деген болады ғой.